сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, өткенге сыни көзқарас атты подкастына қош келдіңіздер. Бұл подкасттың жүргізушілері Назарбаев зияткерлік мектебінің 10-шы сынып оқушылары мен Еркежан және Ескендір. Подкастта біз тарихи тұлғалардың қазіргі Қазақстанның рухани жаңғыруына, жан-жақты дамуына ықпалын талқылаймыз. Солай емес пе, Ескендір? Дәл солай, Еркежан. Ал бүгінгі шығарылымда біз 1892-1937 жылдар арасында өмір сүрген тұңғыш қазақ дипломаты, көрнекті саяси және қоғам қайраткері, Сауд Арабиясындағы Кеңес одағының алғашқы елшісі туралы сөз қозғайтын боламыз. Мен кім туралы айтып жатқанымды таптың ба? Әрине, тұңғыш қазақ дипломаты Нәзір Төреқұловты өзге біреумен шатастыру мүмкін емес. 45 жыл ғана өмір сүрсе де, қысқа ғұмырында қазақ еліне және оның болашағына сіңірген еңбегі зор. Нәзір Төреқұлов Түркістан қаласының іргесіндегі Қандөз ауылында кәсіпкердің жанұясында дүниеге келді. Кейіннен әкесі Төреқұл Қоқанға қоныс аударды. Осылайша Нәзірдің жастық шағы Қоқанда өтті. Нәзір Төреқұлов медреседе, орыс тілдік мектебінде білім алған. Ал жігіттік шағында сауда училищесін тамамдап, 1914-16 жылдары Мәскеудегі сауда институтының экономика факультетінде оқыды. Ескендір, Нәзір Төреқұлов сауда және экономика саласынан саясат жолына қалай түсті? Бұл сені және тыңдармандарды қызықтырса айтып берейін. Төреқұлов өзінің Мәскеудегі оқуын тастап, әкесінің сауда кәсібін жалғастырудан бас тартты. Нәзір 1916 жылы Батыс майданда қара жұмысқа патша жарлығы бойынша алынды. Дегенмен 1918 жылы ол большевиктер жағына шығып, саясат саласындағы мансап жолы өркендей бастады. Кейін ол саяси басқарма бастығы, хатшы, комитет төрағасы секілді әртүрлі қызметте жұмыс атқарып, тәжірибе жинады. Еркежан, Нәзір Төреқұловтың тұлғасын бүгінгі күнмен байланыстырсақ, оның бойында біздің IB профайлына сай қасиеттер бар ма? Әрине бар, тіпті IB профайлындағы барлық тұлғалық қасиеттер Нәзір Төреқұловтың бойынан табылуы әбден мүмкін. Менің ойымша, Нәзір ізденімпаз, зерделі және тіл табысқыш. Неге десеңіз, ол дипломат болған соң Сауд Арабиясында елшілікте жүріп, бұл мемлекеттің КСРО-мен жақсы қарым-қатынаста болуын қамтамасыз етті. Бұл қызметте ол 8 жыл жұмыс атқарды. Араб тілін білмесе де, 36 жасында қысқа уақыттың ішінде араб тілін меңгерді. Бірдеңе айтсам басқаша аударылады да, әңгіменің мәні айдалада қалады деп, Нәзір аудармашылардың қызметінен мүлдем бас тартты. Ол өзінің ізденімпаздығының арқасында тек араб және қазақ тілдерін ғана емес, өзбек, тәжік, француз, татар, башқұрт, қырғыз, әзірбайжан және ағылшын тілдерін жетік меңгеріп, полиглот атанып, еуропалық дипломаттар арасында абыройы асқақтады. Ал саясаттан шегінсек, Нәзір Төреқұловтың білім беру саласында да жетістіктері аз емес. Тәйір Аймұхамедұлының 2001 жылы жарық көрген өкілетті өкіл Нәзір Төреқұлов атты кітабына сүйенсек, Нәзір қазақ халқын ағарту, білім беру ісімен де айналысқан. Төреқұлов шығыс халықтардың орталық баспасының төрағасы ретінде Кеңес одағының халықтарын 50 тілінде 60 миллион ғылыми танымдық, саяси және көркем әдебиетті басып шығарды. Демек, сауатсыздықты жою, халықты сауаттандыру жөніндегі жалпы одақтық саясаттың бастауында Төреқұлов тұрғанын көреміз. Ол бұл қызметте қазақ әдебиеті мен ғылымының дамуына көп еңбек сіңірді. Мәскеуде оның арқасында Мағжан Жұмабаевтың бұрын қалың жұртшылыққа беймәлім шығармалары алғаш рет жарық көрді. Еркежан, ал сен Нәзір Төреқұловтың білім саласындағы қызметі жайлы тағы не білесің? 19 ғасырдың 20 жылдары қазақ зиялылары арасында араб әліпбиін алып тастап, латын қарпіндегі қазақ әліпбиін енгізу үшін тартысты кезең жүрді. Негізінен бар қазақ халқы алғаш рет қазақ әліпбиін ойлап тапқан тұлға Ахмет Байтұрсынов деп санайды. Мен мұнымен толық келісем, дегенмен қазіргі әліпбидің қалыптасуына Нәзір Төреқұловтың да қосқан үлесі елеулі болды. Ол латын қарпіне негізделе отырып, қазақ әліпби жүйесін алғаш түзген дарынды дипломат. 1924 жылы Нәзір мырза жаңа әліпби атты өзінің жаңа жобасын ұсынған болатын. Оның жобасында қазақ әліпбиі 28 әріптен және 28 дыбыстан тұрған. Подкастты келесі сұрақпен аяқтайық. Ескендір, егер сен Нәзір мырзамен кездесуге мүмкіндігің болғанда, оған не айтар едің? Зерттеулерге сүйенсек, 1937 жылы 17 шілдеде КСРО ішкі істер халық комиссариаты Нәзір Төреқұловқа пантүркілік үгіт деген айып тағып тұтқынға алды. Ал 3 қарашада Нәзір Төреқұлов ату жазасына кесілді. Оның аяуандықпен, әділетсіздікпен өлгенін естіген Сауд Арабиясының патшасы Абдул-Азиз ибн Сауд КСРО мемлекетпен жақсы дипломатиялық қарым-қатынасты жалғастыруға үзілді-кесілді қарсы болды. Бұл оның араб елінде аса құрметі, сыйлы адам болғанын айғағы. Егер мен онымен кездесуге мүмкіндігім туса, мен ең алдымен оған өзімнің шексіз алғысымды білдірер едім.
Оны қазақ халқының басым бөлігі танымауына байланысты мен оған оның қосқан үлесінің әр қазақтың жадысынан ешқашан өшпейтініне уәде берер едім. Ал енді подкастымыздың соңына да жеттік. Құрметті тыңдармандар, бүгін бізді тыңдағандарыңыз үшін мен және Ескендір алғысымызды білдіреміз. Сіздердің Нәзір Төреқұлов сынды тарихи тұлғаны тануға біздің көзқарасымыз әсер етті деген ойдамыз. Тұлғаны тану ел мерейі демекші, оны қаншалықты парасатты, жан-жақты, білімді болғанын біліп жүрейік. Бүгінгі шығарылым сіздің талабыңызды қанағаттандырып, көңіл күйіңізді көтерді деп үміттенеміз. Ең бастысы өз ой-өрістеріңізді кеңейтіп, қазақ халқының мақтанышы болған тағы бір тарихи тұлғаны таныдыңыздар. Ескендір екеуміздің келесі подкаст шығарылымдарын асыға күтіңіздер. Келесі кездескенше.